Сарымсақ пайдасы. Біз күнделікті тұрмыста қолданып жүрген сарымсақтың бірнеше ауруға ем екенін білеміз. Алайда оның пайда болу тарихынан бейхабармыз. Осы орайда сарымсақтың нақты қандай ауруларға емдік дәрі ретінде қолданылатынын толығырақ ашып айтуды жөн көрдік. Видеоның соңында сарымсақтың адам ағзасына қандай зиян келтіретіні туралы айтатын боламыз. Сол үшін видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Сіздермен бірге сау ағза арнасы. Достар, видеоны 90% көрермендер каналға тіркелмей қарайды екен. Қазақша контентті қолдап, ол үшін арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай болмашы әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Көбінесе сарымсақтың отаны деп орталық Азия аталады. Кейбір деректерде Алтай таулары мен Тянь-Шань арасындағы жазықтық деп жазылған. Мыңдаған жыл бұрын ол Қытайға, Египетке және басқа елдерге келуі де мүмкін деректе жоққа шығарылмайды. Басқа нұсқалар бойынша сарымсақ Орта Азия немесе Ауғанстанның тау бөктерінде, оңтүстік-батыс немесе оңтүстік Азияда пайда болған. Мұнда жергілікті халық әлі күнге дейін жабайы өсетін сарымсақты пайдаланады. Ол өзге дақылдардан айтарлықтай ерекшеленбейді. Оның өткір иісіне қарамастан, ежелгі Мысырда, Грекияда, Римде, Үндістанда да өсірген. Сарымсақтың пайдасы туралы. Таудың тасты беткейлерінде өсетін өсімдіктің ерекше дәмі мен ащы иісі оның құрамындағы күкірттің болуына байланысты. Дәлірек айтқанда, күкіртті қамтитын бір маңызды зат бар. Бұл аллицилин. Сарымсақ дәл осы зат арқылы өз пайдасын тигізуде. Аллицилин көптеген пайдалы қасиеттері бар химиялық зат. Ол жүрек, қан тамырлары, тыныс алу және иммундық жүйелердегі асқазан, ішек жолдары және адам ағзасындағы басқа да аурулармен күресуге көмектеседі. Бірақ сарымсақтың емдік қасиеті тек аллицилиннің арқасында ғана деу қате пікір. Оның құрамында басқа да фармакологиялық белсенді заттар, микро және микроэлементтер, витаминдер, антиоксиданттар бар. Сондықтан сарымсақтың қаншалықты пайдалы екенін тоқтамай тізе беруге болады. Сарымсақтың басты жеті қасиеті. Қысқы уақытта, әсіресе вирус пен инфекция эпидемиясы кезінде бірден ойға келетіні сарымсақ. Бірақ тұмау мен суық тиюді емдеуден басқа, сарымсақтың тағы қандай қасиеттері бар екенін бірі білсе, бірі білмейді. Ал енді бүгін сарымсақтың 13 түрлі қасиетімен бөлісеміз. Дәлірек айтсақ, сарымсақ демікпе, көз аурулары, гипертония, құлақ ауруы, безеу, бөртпе және басқа да түрлі ауруларды емдеуге көмектеседі. Біріншіден, сарымсақ асқазан ішек жолы ауруларына ем. Асқазан ішек жолдары ауруларын сарымсақпен емдеу жаңалық емес. Сарымсақ бүкіл ас қорыту жүйесіне әсер етеді. Сондықтан оның жұмысын кешенді түрде жақсартып, жан-жақты жетілдіреді. Асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсарту және ас қорыту мәселелерінің алдын алу үшін мамандар сарымсақты күнделікті шектеулі мөлшерде жеуге кеңес береді. Көкөніс құрамындағы заттар ішектердің қызметін жақсартады, ісінуді жояды, шырышты қабықтың тітіркенуін жеңілдетеді және тамақтың ас қорыту процесін реттейді. Ол үшін ең маңыздысы сарымсақты қалай дұрыс жеу керек екенін біліп алу қажет. Екінші, диабет кезеңіндегі сарымсақтың пайдалы қасиеті. Қант диабеті қауіпті ауру, оны емдеу өте қиын. Ауру бүкіл ағзаның жұмысын бұзады, бүйректің, жүрек, қан тамыры мен жүйке жүйесінің жағдайын нашарлатады. Өкінішке қарай сарымсақпен қант диабеті емделмейді. Десе де қант диабетіне сарымсақтың айтарлықтай пайдасы бар. Ол ауру кезіндегі көптеген жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі. Әсіресе профилактика ретінде көптеген дәріханаларда сатылатын сарымсақ майының сығындысы немесе үйде дайындалған сарымсақ майын қолдануға болады. Үшіншіден, сарымсақ холестеринді төмендетеді. Аллицилин заты липопротеидтердің тотығуына жол бермейді. Мұндай тотығу атеросклерозға қауіп төндіреді, ал сарымсақ оның алдын алатын таптырмас зат. Күнделікті қолданысқа, әсіресе қандағы холестерин мөлшері жоғары адамдарға сарымсақ ұсынылады. Мысалы, осы мақсатта, яғни холестеринді түсіру үшін сүтке тұтас сарымсақ қосып ішуге болады.
Бір қызығы, сарымсақтың өзінің құрамында аллицилин жоқ. Бұл зат сарымсақ жасушаларының механикалық бұзылуы кезінде пайда болады. Сондықтан көптеген халықтың рецептілерінде сарымсақтың пайдасы барынша көп болуы үшін ұсақталған дәрі-дәрмекті бірнеше минутқа қалдыру керек екені көрсетілген. Төртіншіден, гипертония кезіндегі сарымсақтың емдік қасиеті. Сарымсақта қан мен жүрекке пайдалы болатын көптеген факторлар бар. Жоғарыда аталған аллицилин сонымен қатар тамырды кеңейтетін қызмет атқарады. Гипертония кезінде жылдам көмектесетін қасиетке ие. Жалпы осы ауруға тез әрекет ете алады. Сондай-ақ осы бір пияз тұқымдас көкөніс тромбоциттердің жабысып қалуын болдырмайды. Тромбоциттердің жабысуы инфаркт пен инсульттің негізгі себебі екені көпшілікке мәлім. Бесіншіден, сарымсақ арқылы көз ауруларын емдеуге болады. Сарымсақтың құрамында С дәрумені өте көп. Сонымен қатар сарымсақ селен мен кверцетинге бай. Сондықтан бұл пияз тұқымдас көз инфекцияларымен күресу үшін қолдануға болады. Сонымен бірге сарымсақтың көмегімен көз айналасындағы ісінуді кетіре аламыз. Алтыншы, сарымсақ құлақ ауруларын емдеу қасиетіне ие. Құлақ ауруы кезінде сарымсақтың пайдасы ұшан теңіз. Сарымсақ бұл қышымақ отырда бактериялар мен вирустарды жоятын белгілі антибиотик. Құлақтың қабынуы жағдайында сарымсақты зәйтүн майымен араластырып, құлаққа тамызуға болады. Осы ретте сарымсақ майын дайындау әдісімен де бөліскен жөн болар. Ол үшін жаңа сығылған сарымсақ шырыны мен зәйтүн майын тең мөлшерде араластыру қажет. Дәрілер бөлме температурасында сақталады, бірақ 3 күннен артық сақтауға болмайды. Жетіншіден, сарымсақ ішек құртын жояды. Сарымсақ диарея, дизентерия және өзге де әртүрлі ішек қызметін бұзатын ауруларды жақсы жоюға көмектеседі. Ол патогенді ішек микрофлорасын толығымен жоқ қылып, қабыну мен тітіркенуді болдырмайды. Яғни ішек құрттарына қарсы дәрі ретінде аталған пияз тұқымдасты пайдалануға болады. Сонымен қатар сарымсақ ауру тудыратын микроорганизмдерді жоқ қылып, сау ішек микрофлорасын қалпына келтіреді. Сарымсақтың зияны да бар. Әрбір заттың пайдасымен қатар зияны да болатыны белгілі. Егер сарымсақты белгіленген мөлшерден асырып пайдаланса, онда ас қорыту жолдарының қабығы тітіркенуі мүмкін. Сондықтан сарымсақты кім жеуге болмайтынын білу керек. Пияз тұқымдастың екінші бір кемшілігі, оны жеп болғаннан кейінгі ауыздағы жағымсыз иіс. Оны бірден кетіру мүмкін емес. Осы себепті адамдар сарымсақ қосылған тағамдарды сирек жейді. Бірақ тұтастай алғанда сарымсақтың пайдасы бүкіл организм үшін орасан зор. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Оларда осы пайдалы ақпаратты біліп жүрсін. Каналға тіркеліп лайк басып, комментарий жаза кетіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын. Сіздермен бірге сау ағзар арнасы.